Баршаңызға сәлем, оқушылар. Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығына арналған тапсырмаларды дәл қазір сіздермен бірге орындайтын боламыз. Сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, және мен YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Бірінші тапсырма: Абай Құнанбайұлы кім? Әкесі, әжесі мен анасы туралы не білесіңдер? Абай өз халқының ең ардақты, аяулы арманын, ой-пікірін, терең сезімін, ұлттық мінез-құлқын жеріне жеткізе жырлаған, жарқын бағыттағы жаңа жазба әдебиеттің атасы, қазақ көркем әдебиетінің көрікті тілін ұстартқан, құдіретті ақындық өнерімен үлгі өнеге жайған классик ақын. Абайдың әкесі Құнанбай Қарқаралы округіне аға сұлтан болған шешен ел ағасы. Абайдың әжесі Зере аса ақылды, әңгімешіл, балаға мейірімді, ағайынға қамқор, кісі ренжітпейтін жұмсақ мінезді, ортасына сыйлы жан. Анасы Ұлжан болса өте сабырлы, кең мінезді, сөзге ұста, тапқыр адам болған екен. Екінші тапсырма: Абай қайда оқыды? Шығыстың қай ақындарын оқыған? Шығыс және батыс ақындары туралы мұғалімнің көмегімен түсінгендерімді кестеге түсіріп айтып беріңдер. Абай әуелде Ғабитха дейтін татар молдасынан мұсылманша хат таныды. 10 жасында Семей қаласындағы Ахмет Риза медресесіне оқуға береді. Ол бос уақытында шығыстың ұлы ақындары Низами, Сағди, Науаи, Физули, Фирдауси шығармаларын оқыды. Шығыс әдебиетінің ұлы ақындары Низами, Сағди, Науаи, Физули және Фирдауси әлем әдебиетінің алтын қорына еніп, өз халқының ғана емес, күллі адамзаттың рухани мұрасы саналатын өшпес туындылар жасаған қаламгерлер. Олардың шығармалары терең философия, шынайы махаббат, адамгершілік пен ізгілік, әділеттілік пен мейірімділік тақырыптарын қамтып, ғасырлар бойы халық арасында оқылып келеді. Енді бұл бізде Абайдың қайда оқығандығы және шығыстың қай ақындары оқыған туралы кішкене мәлімет болатын. Енді бізде осы шығыс және батыс ақындары туралы мұғалімнің көмегімен түсінгендерімді кестеге жазыңдар деген. Енді бұл жерде мен жаңа сөздің басында айтқан Низами, Сағди, Науаи сияқты шығыс және батыстың көрнекті қаламгерлері кім, бұлардан қандай шығармалары бар, соның барлығын сіздерге ашып тауып жазып көрсеттім. Енді кесте түрінде емес, жай ғана сіздерге түсінікті болсын деп осылай мәлімет ретінде ғана жаздым. Егер кесте түрінде жазатын болсаңыздар, мысалы қаламгерлер деп мен көрсеткен Низами, Сағди, Науаи сияқты барлығын қаламгерлер деп бір бағанға, олардың еңбектері деп бір бағанға жазсаңыздар болады. Өмір сүрген жылдары деп әркімнің өз еркі, ал былай да жазсаңыздар да, кесте түрінде жазсаңыздар да берілетін мәлімет бір мәлімет, сондықтан еш айырмашылығы жоқ. Төртінші тапсырма: жас Абай портреті қай суретшінің туындысы деп ойлайсыңдар? Мұғалімнің көмегімен суретшінің өмірбаяны және көркем сурет туындысы туралы дәптерлеріңе жазыңдар. Бұл жас Абай портретінің авторы қазақстандық суретші Геннадий Михайлович. Ол Абай Құнанбаевтың тұлғасын бейнелеуде үлкен шеберлік танытып, жас Абайдың терең ойлы, білімге құштар бейнесін көркем суретке айналдырған. Геннадий өз шығармашылығында қазақ мәдениеті мен әдебиетінен шабыт алып, көптеген көрнекті тұлғалардың бейнелерін жасаған суретшілердің бірі. Геннадий Михайлович кеңестік қазақ суретшісі, Қазақстанның халық суретшісі. Ол негізінен портрет, пейзаж және тарихи тақырыптарға арналған туындыларымен танымал. Геннадий Михайловичтің шығармашылығы ұлттық рухани құндылықтарда қазақ даласының сұлулығын бейнелеуге бағытталған. Ол Абайдың жас кездегі бейнесін елестетіп, терең ойлы, ізденімпаз, қайратты жас тұлғаның кескінін әсерлі жеткізген. Жас Абай портретінде суретші жас ақынның жан дүниесіндегі байлық пен рухани ізденістерді көрсетуге тырысқан. Бұл бейнеде Абайдың ойшыл, терең сезімге толы келбеті көрінеді. Суреттегі жылы түстер, жұмсақ бояулар жас Абайдың ішкі әлемін аша түсіп, оның ақындық дарынының бастау алған кезеңін сезінуіне мүмкіндік береді. Бесінші тапсырма: Абай туралы ғалымдардың ойларын дәптерге жазып, түсінгендеріңді талдап айтып беріңдер. Енді бұл жерде сіздерге Мұхтар Әуезовтің, Ғабит Мүсіреповтің және де абайтанушы Кәкішев Зейнолла ғалымның пікірлерін ашып жазып көрсеттім. Енді бір ғалым пікір айтады,
сол пікірдің мағынасын сіздерге ашып көрсетуім керек. Мұхтар Әуезов: абай қазақтың реалистік әдебиетінің негізін салушы, оның ең алғашқы классигі. Бұл сөзінің мән мағынасы қандай? Мұхтар Әуезов абайды қазақ әдебиетіндегі реализм бағытын бастаған алғашқы классик деп бағалайды. Абай шығармалары арқылы қазақ әдебиетінде шынайы өмірді суреттеу дәстүрі қалыптасты. Абайдың өлеңдерінде қоғамдағы әлеуметтік әділетсіздік, адам мінез-құлықтары мен адамгершілік мәселелері шынайы көрсетілген. Ғабит Мүсірепов: абай қазақ поэзиясын жаңа биікке көтерді, оны әлем әдебиетінің деңгейіне жеткізді деді. Бұл сөздің мағынасы қандай? Ғабит Мүсірепов абайды қазақ поэзиясының деңгейін көтерген ұлы тұлға ретінде сипаттайды. Ол абайдың шығармашылығы арқылы қазақ әдебиеті әлемдік деңгейге жақындады деп санайды. Абайдың ойлары мен идеялары жалпы адамзаттық құндылықтарды дәріптейді, сондықтан да ол басқа халықтарға да түсінікті. Абайтанушы Кәкішев Зейнолла: абай өз дәуірінің айнасы, ол халықтың мұң-мұқтажын, арман-тілегін өз шығармаларында дәл жеткізді. Зейнолла Кәкішев абайды өз дәуірінің айнасы ретінде сипаттайды, яғни абай сол заманның негізгі мәселелерін, халықтың жан дүниесін, арман-тілектерін терең түсініп, шығармаларына арқау еткен. Абай шығармалары арқылы біз оны өмір сүрген қоғамын, халқына деген жанашырлығын және әділеттілікке ұмтылысын көре аламыз. 6-шы тапсырма: бала абайға, ақын абайға, ел билеуші абайға және дана абайға мінездеме беріңдер. 7-ші тапсырма: абай өмірбаянын, шығармаларын кімдер зерттеді? Зерттеушілер туралы ғылыми дерек көздерге сүйеніп, білгендеріңді кестеге сызып баяндаңдар. Сәбит Мұқанов абайдың ақындық шеберлігі туралы зерттеулер жасап, оның әдеби стилі мен тіліне талдау жүргізді. Абайдың поэзиясындағы философиялық ойларды зерттеп, оның қазақ әдебиетіне қосқан үлесін атап өтті. Қаныш Сәтбаев абайдың философиялық және қоғамдық ойлары туралы зерттеу жүргізіп, оның халықты білімге, ғылымға шақырғанын, рухани көшбасшы болғанын атап көрсетті. Мекемтас Мырзахметов абайдың философиялық көзқарастары мен шығыс мәдениетімен байланысын зерттеп, оның дүниетаным мен адамгершілік ілімдері туралы жазды. Ғабит Мүсірепов абай поэзиясының әлемдік әдебиеттегі орнын зерттеп, оның адамзаттық құндылықтарға негіздеген ойларын ашып берді. Рымғали Нұрғали абай дәстүрінің қазақ әдебиетіне ықпалын зерттеп, оның шығармалары қазіргі қазақ әдебиетінде қалай жалғасын тапқанын көрсетті. Әбіш Кекілбаев абайдың тарихи әдеби рөлін зерттеп, оның қазақ тарихындағы орнына, қоғамдық ойларының өз заманына тигізген әсеріне талдау жасады. 8-ші тапсырма: сұрақтарға жауап беріп, тапсырманы орындаңдар. 1-ші сұрақ: Мұхтар Әуезов абай туралы қандай еңбек жазды? Мұхтар Әуезов, әрине бұл сұрақтың жауабы сөзсіз. Абай туралы ғұлама жазушы Мұхтар Әуезов Абай жолы роман-эпопеясын жазды деп жауап береміз. 2-ші сұрақ: Қайым Мұхамедханов кім? Оның абайтануға қосқан үлесі туралы дәптерге жазыңдар. Қайым Мұхамедханов қазақ әдебиетінің көрнекті зерттеушісі, абайтану ғылымының негізін қалаушылардың бірі. Ғалым, жазушы, әдебиеттанушы, профессор Қайым Мұхамедханов абайдың ақындық мектебін зерттеуге зор үлес қосты. Ол абайдың шәкірттері мен ізбасарларын, олардың шығармаларын зерттеп, абайдың әдеби мектебін ғылыми тұрғыдан дәлелдеді. Абайдың айналасында болған ақындар Көкбай Жанатайұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Әсет Найманбайұлы, Ақылбай және Мағауия Құнанбайұлы тағы басқа шәкірттерінің еңбектерін талдап, олардың абай дәстүрін жалғастырушы ретіндегі рөлін анықтады. Қайым Мұхамедханов абайдың өмірі, шығармашылық жолы туралы тың деректер жинап, оның өмірбаянын терең зерттеді. Ол абайдың туындылардың қолжазбаларын зерттеп, өлеңдеріндегі мәтіндік өзгерістерді талдап, түпнұсқалық мәтіндерді анықтаумен айналысты. Қайым Мұхамедханов абайтану ғылымының дамуына тікелей әсер еткен алғашқы ғалымдардың бірі. Ол абайтануға арналған мақалалар, зерттеулер жазып, көптеген ғылыми еңбектер шығарды. Оның зерттеулері абай шығармашылығының кең ауқымын қамтып, кейінгі абайтанушыларға бағыт-бағдар берді деп жауап береміз.